Баршаңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді шайлардың бірі талқанмен шай дайындайтын боламыз. Ең алдымен талқанымызды саламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша 3 немесе 4 қасық салуыңызға болады. Және міндетті түрде науат қосылу керек. Шайды жақсы дәмін шығарады. Мен пакетик шайын қолдандым. Сіздер өз еркілеріңізге қарай пакеттегі шай немесе арнайы демдеп қосуларыңызға болады. 2 қасық мед қосамыз. 6 немесе одан жоғарғы пайыздық сүтті жылытып қосамыз. Енді үстіне қайнаған суды құйып, аз уақытқа қойып қоямыз. Міне менің тары шайым дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап пішіп көріңіздер.